Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бао деп аталатын қытайлықтардың өте дәмді тағамын көрсететін боламын. Бұл тағам буда дайындалады. Бірінші біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін суымызды, сүтімізді, құрғақ ашытқы, қантты салып араластырамыз. Қай зат қанша мөлшерде кеткені мен видеоның астындағы описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. 2 ас қасық сұйық майымызды салып араластырып аламыз. Тұзды ұнның үстіне қосып араластырып, оны жаңағы суымызға қосып жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Осылай илеп аламыз. Одан кейін оның үстіне бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, тағы да жақсылап илеп алатын боламыз. Осы илеу барысында қамырымыз осылай шашырап кететін болады. Сары майды қосқаннан кейін одан қорықпай қойсаңыздар болады. Тағы да жақсылап осылай 5 минуттай бір илегеннен кейін басы қайттан бірігетін болады. Иін қандырып, бетіне салафан жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдыратын боламыз. Ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Сұйық майымызды құйып, осылай ұзынша етіп туралған еттерімізді салып, бірінші қуырып алатын боламыз. Етті жақсылап пісу үшін жаңағы еттің өзінің сөлі шыққаннан кейін тағы да су құйып, бетін жауып бір 40 минуттай пісіретін боламын. Одан кейін барып қана мына көкөністерді қосатын боламын. Етті жақсылап пісіріп алғаннан кейін пиязды бірінші біз осылай турап алатын боламыз видеодағындай етіп. Оны жаңағы 40 минут буда піскен етіміздің үстіне салып қуыратын боламыз. Одан кейін кезекте сәбізімізді ұзынша етіп тураймыз, немесе теркадан өткізсеңіздер де болады ұзынша етіп. Мен осылай қолмен турап алғанды жөн көрдім. Осылай жұқа жіңішке етіп турап алатын боламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін 2 тіше сарымсағымызды қосып, және де сәбізімізді қосып, тағы да қуырып араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте бізде болгар бұрышы. Болгар бұрышында ұзынша етіп, барлық көкөністерді ұзынша етіп тураған дұрыс. Осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Оны да қосып қуырып алатын боламыз. 2 ас қасық соя тұздығын қосып араластырамыз. Дәміне қарай тұзын қоссаңыздар болады. Менің етім тұзды болғандықтан, және де соя тұздығы тұзды болғандықтан мен кішкене ғана қостым тұзды. Бұған да 100 граммдай суымызды құйып, бетін жауып, тағы да бір 20 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз осылай көтеріліп дайын болып тұр екен. Оны осылай жайып алатын боламыз. Қатты қалың емес, және де жұқадай емес қылып, орташа етіп жайып алатын боламыз. Кез келген ыдыспен осылай біз кесіп алатын боламыз. Домалақ етіп. Беттеріне осылай сұйық майды жағып алатын боламыз. Осылай екінші жағын аударамыз, жабысып қалмайды пісу барысында. Қолмен кішкене осылай үстінен басып шығатын боламыз, үлкейтіп. Мантаваркамызда майлап, бір 20 минут шамасында буда пісіріп алатын боламыз қамырымызды. Бетін осылай жауып, бір 15 минутқа қалдырсаңыз болады. Уақытыңыз жоқ болса, бірден пісіре беруге де болады. Суымызды алдын ала қайнатып алып, 20 минут шамасында баоның қамырын осылай пісіріп алатын боламыз. Міне осылай болып пісті. Енді арасына жаңағы салмамызды салып, дайындап алатын боламыз. Енді өте дәмді болып шығады. Бізге қатты ұнады. Отбасымызға сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.